президент біздің еліміздегі экономикалық дамуды ары қарай жалғастыру үшін елімізде міндетті түрде қоғамдық саяси модернизация жасау керек деген өзінің тезисін қайтадан қайталады. Сонымен бірге осы кеңес мүшелерінің біздің еліміздегі саяси реформалар жөніндегі өздерінің ұстанымдары мен осы айтқан ойларының барлығына келісті. Осы біздің еліміздегі саяси жүйені либерализация жасау, белгілі бір қоғамдық эволюция жасау жөніндегі нақты қадамға алғышарт бар деген ойдамын. Сонымен бірге еліміздегі саяси трансформация, елімізде қордаланып қалған көптеген әлеуметтік мәселелер бар. Сол әлеуметтік мәселелерді шешуге де белгілі бір талпыныс бар. Енді менің ойымша осы ұлттық кеңестің мүшелерінің жұмыс топтарында осы біздің өзіміздің жасаған пайымдарымыз бен ұсыныстарымыз ары қарай детализация жасалып, біз енді өзіміздің нақты ұсыныстарымызды осы президент әкімшілігіне жақын арада беретін боламыз. Ерлан мырза, осыған дейінгі билікке бұл үлкен сын емес пе? Олар да барынша жұмыс істеді ғой. Жоқ, ешқандай жоқ, бұл жерде ешқандай сын немесе ешқандай бір жаңағы тамырды үзу жоқ. Әрбір жүйе белгілі даму үшін ол эволюция жасалу керек. Эволюция дегеніміз ол мемлекеттің дамуының ең негізгі күре тамыры. Міне бүгінгі таңдағы мәселе осы біздің еліміздің қоғамдық саяси, сонымен бірге экономикалық процестерін эволюциялық түрде басқа бір жаңағы сапалы бір деңгейге өткізуде болып отыр. Енді ең негізгісі қоғам мүшелерімен, сонымен бірге халықпен барлығы бірлесіп, ақылдасып шешіледі деген нақты бір тезис айтылды. Ең ұтымды ұсыныс қайсысы осы жерде айтып қаласыз? Енді менің өзімнің жеке ойым, ол біздің еліміздегі саяси процестерді либерализация жасау. Енді осы біздің топ негізінде біздің еліміздегі негізгі базалық 5 заңға өзгерісі енгізу жөніндегі ұсыныс берді. Міне осы ұсыныстардың барлығы ары қарай сол ұсыныстарды нақтылау үшін ары қарай президент жұмыс істеуге